Peygamberimiz aleyhisselam sahabalarına oturganda bir kişi kirip geldi de Peygamberimizge tizesin tirep durup bir sorak koydu. Magan dindi aytçı, İslam'ın farzını aytçı. Peygamberimiz bu niyel İslam'a hamsa, İslam 5 kazıkka baylanıp durur dedi. Birincisi iman dedi. Ve akimus salah, namaz oku. Ve atuz zaka, zakattir. Ve savma Ramazan orazı stav. Cennede ya Rabbim Allahu Kerim, namaz orazı zekat. 5 farz sanat dedi. Bu adam jaksı dedi, turda çıkıp ketdi. Çıkıp ketkenliğin Peygamberimiz sahabalardan soradı. Kim girdi bilesinler mi dedi. No, kelgen kim dedi. Sahabalar kaydan bilsin. Biluşu Allah cenesiz dedi. Bu kelgen Cebrail perişte dedi. Ne üçün keldi bilesinler mi dedi. Yok, dindi sendirge üretip kötü üçün geldi. Sol günden başta biz aytamız İslam dininin 5 farzı var deymiz. Birincisi Allah'a senu, ikincisi namaz, üçüncüsü oraza, dördüncüsü zekat, beşincisi qajılık. Tömenden kettik. Qajılık ömürde bir ret pulu var adamlar. Demek осы oturgan köpçülük kavminin moyundan düşüp kalat. Қазір мына жамағатпен ақша жинап, бір нәрсе жинап Меккеге бару, бұның көбі қажет емес нәрсе. Ондай ақша жинайтындар жетім жесірге жәрдем берсін. Меккеге бару оларға міндет емес. Бұл бір. Екіншісі зекет. Төменнен санағанда зекет келеді. Зекет 40 қойдан 120 қойға дейін бір қойды Алла ризалығы үшін жетім жесірге беру. 40 қойы бар ма? Жоқ, бәрімізде 39. Жоқ бізде. Бұл да түсті. Енді тағы көтерілеміз, не қалды? Оразаға кеттіреді. Ораза ұстай алмаймыз неге? Язва, гастрит, қуғы ұстамай, көп сондайлар. Сондайлармен ораза тағы ұстамаймыз. Енді не қалды? Bir нәрсе қалды, негізгі нәрсе. Ол не? Намаз. Енді соны да құтылып кеткіміз келеді, үйтіп-үйтіп. Қазақшалап. Не іздейміз? Мен ол екен ақсақалдар көрем Құдай тамақта мешітте өмірі көрмеген шалдарды көреміз. Өмірі көрмеген ағаларды көресің. Мешітке нағып келмейсің, осында тұрасың болса, осында тұра, мешітке нағып келмейсің десің. Молдеке менде бір үзірім бар, бір шартым бар, мешітке барамын. Не бар десің, қуғым ұстамайды Молдеке дейді. О, үлкен екен проблема. Деп қарап отырсам, 2 самовар шай ішеді. Қуғы шыдайды. Етті сорпаны сіміреді, запалтау оқтысымен қосып тұр. Қуғы шыдайды. 15 минутке жетер-жетпес уақыт намазға қуғы шыдамайды бұл адам. Демек, бұл кетті ма? Енді бір нәрсе қалар қалмас тұр. Не тұр? Иман ғана қалды. Сенім ғана. Сенімінің өзін қандайға Құдайға сенесін десе, ақшасы бар болса сенеді, ақшасы жоқ болса, кредит алып құтыламай қалса, басына жаман түс көрсе, бір проблема болса ғана Құдай керек болады, басқа уақытта мұсылмандығы жоқ. 4 мазхабтың біреуін негізін ұстаған имам Ахмад бен Хамбал деген кісі өткен. Имам Хамбалдай үлкен ғалым ғұлама өмірде кездеспеген шығар бұл өмірде. Имам Хамбал деген кісі айтқан екен, мен түсімде Мұхаммад алейхиссалам пайғамбарды көрмеген түнім жоқ депті. Пайғамбардан кейін 100-200 жыл өмір сүрген, кейін өмір сүрген адам. Пайғамбарымыз көзін көрмеген, сахабаларды да көре алмаған. Сол кісі айтады, мен Мұхаммад алейхиссаламды ұйықтағанда түсімде көрмеген күнім жоқ депті. Әр күні көрді деген сөз. Тарихта депті, 1-2 кезде көрмей қалдым депті. Сол күндері өзімді жеп қойдым. Мен мұнафық болып қалдым ба? Мен бір күнә істеп қойдым ба? Неге мен пайғамбарды көрмеймін деп қайғырып өзімді жеп қойғым келді деген екен. Бір жігіт айтады, Молдеке мен түс көп көре берем дейді. Түс неге көп көрем дейді? Көп ұйықтайсың ғой дейсің. Иә дейді. Көп ұйықтайсың, әлбетте түс көресің. Осы имам Ахмад бен Хамбал жас бала ғой, Құран жаттай екен, кітап оқиды. Сонда кітап былай ұстап ұйықтаған кезде, қолынан ұйықтағанда кітап бетіне тарс түс көрсе, оянып кетеді екен, ары қарай оқи береді. Сондай дәрежеде кісі болған. Сондай дәрежеде иман исламға берілген кісі болған. Міне сол кісі түсті көп көргенлігі неден? Әлбетте пайғамбарымызды көп көрген неден? Ғибадаттан көп көрген, құрметті болған. Аллаға берілгендіктен көрген, жүректегі иман күшті болғандықтан көрген, пайғамбарымызға махаббатты күшті болғандан көрген. Бір жігіт келіп, мен пайғамбарды көргім келеді депті түсінде ұстазына. Бір нәрсе істеймін, пайғамбардың түсінде көре алмаймын десе, ұстаз айтыпты, сен Мұхаммад алейхиссаламды түсінде көргің келе ме депті. Иә, бірақ сен ол үшін балық жеу керексің депті.
Balıқты мен қуырып беремін деп тұздың ішіне салып тұрып балықты қуырды дейді. Тұздың ішіне салып қуырды. Тұздың ішіне пісті. Тұздың ішіне баланы шақырды, жеді. Жеді, су ішеді, су ішпейді, ұйықтайсың деді. Сол намаз оқып болды, екеуі ұйықтады. Таң атты, таң атқанда түс көрдің бе деп, көрдім. Не көрдің? Су көрдім деді. Өлерден су көрдім. Өйткені сен қаласаң, соны көресің. Түні бойы жатып алып қатынды ойласаң, қатынды көресің. Наташаны ойласаң, түні бойы дүние, ақша, доллар, евроны ойласаң, оны көресің. Пайғамбарымызға махаббатты байласаң, пайғамбарымызды көресің. Бірақ пайғамбарымызды көрудің 4 шартын ғалымдар айтып кеткен бізге. Біріншісі иптиға сүннәти. Пайғамбарымыздың айтқанымен жүру керек адам. Пайғамбарымыз не айтты, қай сүннетті көрсетіп кетті, соны істеңіз. Пайғамбарымыздың сүннетінен бізде біреу ақ қалды ғой, бәрімізде. Бірақ жеріміз кесеміз, сол сүннетпен жүреміз біз. Осы ғана бізде. Жоқ, пайғамбарымыз қандай сүннетті айтты, соны істеңіз. Бұл бір. Екіншісі кәсратус салава. Көбірек салават айтыңыз. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Дирасатун наби. Пайғамбарымыздың өмір тарихын жаттап алыңыз. Оқи беріңіз. Айландырып оқи беріңіз. Жаттап алсаңыз, тағы бір басқа кітап тауып оқыңыз. Пайғамбарымыздың өмір тарихын жатқа біліңіз. Ва зияратал қубур. Пайғамбарымыздың Мәдинаға зиратына барыңыз деген шарт қояды. Осы 4 нәрсені қояды. Енді сіз пайғамбарымызға көбірек салават айтсаңыз, сол үшін көріңіз. Пайғамбарымызға бір сахаба келді де айтты, Құл хуаллаху ахад деген сүрені, Ықылас сүрені жақсы көремін деді. Құл хуаллаху ахадты оқи бергім келеді дегенде, не үшін деп жақсы көремін деді. Сен жақсы көргеніңмен жәннетке кіресің деді пайғамбар. Кім нені жақсы көреді, сонымен бірге жәннетке кіреді. Сонымен бірге болады. Кім нені сүйеді, соның құлы болады бауырлар. Арақты сүйсең, соның құлы боласың. Әйел сүйсең, соның құлы боласың. Балаңды қатты жақсы көрсең, соның құлы боласың. Дүниені жақсы көрсең, соның құлы боласың. Құдайды жақсы көрсең, оның құлы боласың. Ал енді ойлай беріңіз, кім нені жақсы көреді, соның құлысыз.